Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге МРП және МЗП көрсеткіштерін қалай және қай жерден тез қарап көруге болады, соны көрсеткім. Бізде МРП дегеніміз айлық есептік көрсеткіш және МЗП дегеніміз ең төменгі жалақы. Кейде бізге ағымдағы жыл емес, өткен жылдың немесе оның алдыңғы өткен жылының отчеттарын тапсыруға тура келеді. Ал сіздер әрбір МЗП және МРП мөлшерін интернет-посттан жеке-жеке қарап отырсаңыздар, ол көп уақыт алады. Сондықтан мен сіздерге қысқа жолын көрсетемін. Ол үшін сіздерге е-салық азамат деген қосымша бар, соны өздеріңізге жүктеп алыңыздар. Менде жүктеліп дайын тұр. Енді осыны ашамыз. Мінекей, ашылды. Енді сол жақтағы менюді басасыздар. Енді мына жерде справочники дегенді басасыздар. Енді осы жерде қарасаңыздарға сіздерге керекті анықтамалар бар. Мысалы, маған керегі 5-ші справочник минимальной заработной платы. Яғни осыны бассам, бізге сонау 1995 жылдан бастап қандай минимальный заработная болды Қазақстанда, соның мөлшері шығып тұрады. Яғни бізде ең бірінші ең төменгі жалақы 200 теңгеден басталып, содан 250 осылай көтеріліп, міне 2022-де 60 мың теңге болды, 2023-де 70 мың теңге болды, ал қазір 2024 жылы 85 мың теңгені құрады. Дәл солай назад дегенді бассақ, справочник минимальных расчетных показателей, яғни МРП мөлшерін көруге болады. Міне, мына жерде 1996 жылдан бастап қандай МРП болды, МРП мөлшері қанша болды, содан бастап шығып тұр. Яғни 96 жылы бізде 320 теңге болған, содан өсе берген. 90 жылдары МРП мен МЗП мөлшері бірдей болыпты, өзім жаңа байқадым. Енді осылай өсе берген, міне 2022-ге дейін үстіне қарасаңыздар 2023 жылы 3450 теңге болған, және биыл 2024 жылы 3692 теңге болған. Мінекей, барлық көрсеткіштерді дәл осылай жылмен қарап шығу өте ыңғайлы. Бұлай қарасаң, статистика сияқты. Маған бұл функция қатты ұнады. Енді видео сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз қалса комментарий қалдырыңыздар, және де каналға тіркеліңіздер. Рахмет.